Ассалаумағалейкум. Мен Құдайберген Өлбек Нұрсұлтанұлы, номер 15-ші лицей мектебінің 4-ші И сынып оқушысымын. Жетекшім Ашырбаева Шолпан Шабаржанова. Жамбыл атамыздың 175 жылдығына арналады. Жамбыл Жабайұлы ұлы ақын, қазақ халық поэзиясының әйгілі тұлғасы. Өлең сөздің дүлдүлі, жырау. Қазіргі Жамбыл облысы Жамбыл тауының етегінде 1846 жылы 28 ақпанда дүниеге келген, ал 1945 жылы 22 маусымда топырақ бұйырған жері Алматы облысы Ұзынағаш елді мекені. Жамбыл атамыздың шығармалары өлеңдер, айтыстар, жырлар мен өлеңдерінің халық қазынасы атты өлеңін оқимын. Елім менің жерге бай, айдынды шалқар көлге бай, төрт түлігі мұңғырған, егізі көз тұндырған, тауы тола кемге бай, Москвадан барып ашылған көрді біздің көрме бай, ел байлығы тұтасқан. Жерді қаптай, ерді орай, Жамбыл қалай шыдасын, оны жырғап толғамай. От оттаған жерімнен құлжа да ерін семірген, қошқар менен қой да бар. Тау текедей мүйізді, сүті шәрбәті, уызды ақ бөкендей ешкісі. Көрдім бе бізден басқа елде, мұндай байлық қайда бар?